тақырыбымыз үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмі. Бүгінгі өтетін сабағымыздың міндеті үш таңбалы сандарды ауызша және жазбаша азайтып қосу үйренеміз. Және осы үш таңбалы сандардың қалай қосу керек алгоритмін үйренеміз. Оны үйренбес бұрын біз сіздермен былтыр екі таңбалы сандарды қосу, азайту алгоритмін өткенбіз. Солай ма? Олай болса барлығымыз тақтаға қарайық. Біз өткенде 12 қосылған 14 баған түрінде жаздық. Қарайық. Мынау не? 10-ды бірлік. Сонда 1 10-ды 2 бірлік. 1 10-ды 4 бірлік. Сонда жазған кезде бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты істедім, жаздым. Енді қосатын кезде істеңіз бірінші? Дұрыс. Дұрыс айтады. Бірлікке бірлікті қосамыз және ондықты жақсы. Енді екі бірлікке төрт бірлікті қоссам, 6. Бір ондыққа бір ондықты қоссам, 2. Сонда неше шықты? 26. Ал оқиын балалар. 12 мен 14-тің қосындысының мәні 26-ға тең. Ал енді тексеріп көрейік балалар. Тексергенде қосу амалын қандай амалмен тексереміз? Азайту амалын. Жақсы, жазамын. 26 азайтылған 12. Ал қалай жаздым? Бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты жаздым. Дұрыс. Енді бірліктен алам. 6 мен 2-ні азайтсам, 4. 2 мен 1-ді азайтсам, 1. Енді оқиын, неше шықты? 14. Тыңдаймыз. 26 мен 12-нің айырмасының мәні 14-ке тең. Міне балалар, бұл екі таңбалы сандардың қосу және азайту алгоритмі. Енді бүгін біз сіздермен үш таңбалы сандарды қосу, азайту алгоритмімен танысамыз. Сондықтан барлығымыз бірінші тақтаға қарайық. Кім оқиын дейді? Асқар. 700-ді, 6 10-ды, 0 бірлік. 0 бірлік. Жақсы, қалай оқиын сосына? 760. 760. Тамаша. Ал енді қарайық. 760 қайратты қосылышын табамыз. Кім айтады? Айзере. 700. 700. Қосылған 60. Міне, жақсы отырады. Міне балалар, біз разрядты қосылышты осылай табамыз. Олай болса енді, үш таңбалы санға қалай қосу керек? Және азайту керек. Соның алгоритмін түсіндіреді. Сондықтан тақтаға барлығын жақсылап тұрып қараймыз. Жазамын. 325 қосылған 262. Бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты, жүздіктің астына жүздікті жаздым. Бірінші, бірлікпен бірлікті қосамыз. 5-ке 2-ні қосса, 7. Ондық 2-ге 6-ны қосса, 8. 3-ке 2-ні қосса, 8. Оқимын 587. Қалай оқимыз? Тыңдаймыз. 325 пен 262-ның қосындысының мәні 587-ге тең. Енді азайту алгоритмін түсіндіремін. 587 азайтылған 262. Жаздым. Бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты, жүздіктің астына жүздікті. Енді азайтқан кезде бірліктен бастайды. 7-ден 2-ні астам, 5. 8-ден 6-ны астам, 2. 5-ден 2-ні астам, 3. Неше шықты? 3. Оқиын. 587 мен 262 санының айырмасы 325-ге тең. Жақсы балалар, енді барлығымыз бері қараймыз. Қазір сіздерге мынандай тапсырма. Белгісіз санды тап. Осы тапсырманы жазып, шығарып, араларыңызда кім қорғайды, соны шығып тақтаға қорғайсыздар. Түсінікті ма? Ал кеттік олыңыз. Көбейту керек.
3 бұрышы 3 дейді. Жақсы, отыра ғой, қазір тексереміз. Кітаптағы нөмір 3-ші есептің бірінші бағаны, бірінші топ сіздер орындайсыздар. Екінші топ екінші бағанды орындайды. Үшінші топ үшінші бағанды орындайды. Ал кеттік орындайды. Кітаптағы маған шығарды Аружан. 278-дің қосылған 278. 8-ге 8-ді қосқанда 16-сы түседі, бірі ойда. 7-ге 7-ні қосқанда 14. 5-і түседі. Бірі ойда. 2-ге 2, 4. Бірі ойдағымен 5. біз 8-дің. Ісінің мәні 526-ға тең. Жақсы, отыр. Қазір сіздерді әр топ басқа екінші топты бағалайды. Сіздердің қолдарыңызда бағдаршам жатыр. Жасыл, сары, қызыл түс. Жасыл түс тамаша, сары түс орташа, ал қызыл түс төмен. Қазір топты бағалаған кезде неге олай қойдым? Соған өздеріңіз бір-екі тілек айтасыздар. Жақсы. Екінші топ сіздер мына топты бағалайсыздар. Қан бағалайды. Жақсы. Жақсы. Мына топқа неге жақсылық көтеріп отырсың? Айта қойғаным. Олар үштен болсаны шатыстырмады. Шатыстырмады дейді. Тамаша, отыра ғой. Ал енді сіздер ана топты белгілейміз. Кәнін көтере қойыңдар. Жақсы. Тамаша. Ал болғаннан сен неге сары көтерін айта қой. Өйткені олар үштен болсаны шатысты. Шатысты. Тағы да істей алмады, разрядты Қосылғышты жіктей алмады. Тамаша. Разрядты қосылғышты жіктей алмады. Жақсы. Енді балалар, қазір мен сендерге гүлдер әдісі